Әйгерім абзалын аялай сипалап, ып-ыстық ернін маңдайына тигізген. Жігіт ыңырсыды, көзін ашты. Тұман ішінде бұлдыраған қыз бейнесі шырамытқан секілді. Сәл жымиып, қайта талықсып кетті. Абзал, көзіңді ашшы, мен ғой Әйгерім. Екеумізді енді ешкім айыра алмайды. Сен әлі жазылып кетесің. Жігіт жымиды. Көзбен көрмесе де түйсігімен сезіп жатқан сияқты. Төрде жастықты шынтақтай жатқан қария ауыр күрсінді. Бұрыштан кішкентай сәбидің жылаған даусы естілді. Өлімсірей жанған май шамның жарығынан үйдің іші күңгірт тартып, бала ғана емес, үйдегілердің бәрінің үнсіз жылап отырғанын бір-біріне байқатпаған. Осы сәтте сырттан атты бірі шығып, әлдекімдердің дауысы естілді. Есік айқара ашылып, үйге мерген енді. Қолында қаруы. Әйгерім селк етті. Көзінде үрей. Мерген оған назарды аударған жоқ. Қарияға қарата сөйледі. Кеңестен қашқан тағы бір көш келеді. Сондарына қызылдар түсіпті. Шыңғыстаудың тобықтылар көрінеді. Мен жігіттерімен қарсы алдарынан шығамын. Көшті өткізіп жіберіп, аналарды тоқтата тұрамын. Ауылды оятыңыз, ішкер жаққа жылжыңыздар. Мыналарды ала кетіңіздер. Оларың мұнда келе қоймас балам. Бұл өзге мемлекеттің жері емес пе? Шекараны большевиктер ғана күзетіп жатқан жоқ па қария? Ойларына келгенін істеуде. Алда-жалда бері өте қалатындай болса, бірден осы ауылдың төбесінен түседі. Олар аямайды, қырып тастайды. Жиналыңыздар. Жақсы, ауылды қазір оятамын. Таң ата жолға шығамыз. Мыналарды қайтсек екен? Бала жолға жарамайды, әлі өзіне келген жоқ. Қария мен мерген Әйгерімге қарады. Қыз орнынан тұрды. Қаламыз, деді ол қайсарланып. Тағдырдың маңдайға жазғанын бірге көреміз. Ата, сіздер кете беріңіздер. Мен абзалдың жанында боламын. Қария мергенге қарады. Ол жауап қатпастан сыртқа беттеді. Есікке жете бере кілт бұрылды. Жарайды, мыналар қала берсін, деді қатуланып. Бірақ ауыл көшетін болсын. Бір мылтықты мына қызға беріп кетіңіз. Кім білген, керек болып қалар. Сәлден соң сырттан тағы да атты бір естіліп, мергеннің тобы ауылдан бірте-бірте алыстай берді. Ауыл көшіп жатыр. Бұл ауыл көшуге үйренген. Ата қоныстан бір түннің ішінде түрліге көшкенде де осылай болған. Зұлмат заманның тепкісі болмаса көшер ме еді. Қимай қинала қозғалған. Жат жерге табан тірегенде де алыстап кетпей шекараны бойлап қонған. Ата мекенге орала қалсақ, қайта көшуге жеңіл болсын деген үміт қой шіркін. Енді міне елең алаңда тағы жүріп барады. Айқай шусыз тып-тыныш қана. Бала жыламай, үй түрмей. Әйгерім абзалдың аузына тағы да су тамызды. Кеберсіген ерніне тамшы тиген сәтте жігіттің көзі жыбырлағандай болды. Сәлден соң көзін ашты. Бұл жолы Әйгерімге тесіле қарап біраз жатты. Сосын күбірледі. Сен екенсің ғой, тірі. Қайдамыз? Жаңғыраққа қарап жаттыр. Өткендегі сұмдық көз алдынан өтіп жатқан секілді. Абзал, аманбыз, шүкір. Ештеңе ойламашы, сөйлеме. Тірі қалдық қой. Саған қазір қозғалуға да болмайды. Тш! Саусағын абзалдың ерніне тигізді. Ол да түсінгендей әрі қарай сөйлемеді. Үй ішінде өлі тыныштық орнады. Бір кезде Әйгерім орнынан атып тұрды. Сырттан мылтық даусы естілгендей болған. Керегенің ашық тұсынан ақырын құлақ түрді. Иә, гүрсілдеген дауыс алыстан шығып жатыр. Бір емес, көп мылтықтың дауысы. Кәдімгі шайқас. Жалма-жан сыртқа жүгіріп шыққан. Ауыл көшіп кетіпті. Ескі жұрттың орны ғана қалған. Тау ішінде бұл кезде шайқас шынымен де қызып жатыр еді. Мерген 5-6 жігітімен тобықтының көшін өткізіп жіберіп, қызыл отрядты қарсы алған. Суыт келе жатқан қызылдардың қарасы бұл ойлағаннан көп болып шықты. Бес қаруы сай 50 адам ентелеп келеді екен. Басында қаша жүріп соғысып, көш шекарадан өтіп кеткенше алдарқата тұрмақ болған. Әлгілер әбден жақындағанда ол райынан қайтты. Тас арасына жасырынған жігіттерін кері қайтарып, өзі ғана қалды. Отрядтың алдында наганы белінде салаңдап, қабағына мұз қатқандай қатулы келе жатқан жирен мұрт командирді көргенде тісі шықырлап қоя берді. Сол ғой, бұл сәтті мерген қанша күтті десеңші. Осы жирен мұртты іздеп
шекарадан қанша рет басын қатерге тігіп өтті. Заставасына жақындай алмады, күзеті мықты. Мерген мылтығын оңтайлап жатып, жазықсыз қалған ауылын, әйел, бала шағасын ойлады. Аранынан ажал шашқан аждаһа пулеметтен оқ жаудырған қанішерді ешқашан ұмытпақ емес. Осы жирен мұрт, бейкүнә елді қырып шені өскен секілді, енді қол бастап келеді. Мерген асықпай көздеді. Жирен мұрт жақындап келеді. Мұндайда мүлт кетуге болмайды. Оқ жетер жерге келді-ау дегенде дәл жүрек тұстан тартып жіберді. Жирен мұрт атының басын құшып салбырады да қалды. Мерген анадайда қалқада тұрған атына ұмтылған, үлгермеді. Командирлерінің оққа ұшқанын көріп, азан-қазан болған қызылдар мұны да байқады. Аттарынан түсе қалып оқ жаудырып жатыр. Атқа жету мүмкін емес. Тас-тастың арасымен бой тасалап шегініп барады. Бір кезде оң жақ иығы тыз етіп үйіп сала берген. Соңынан қанын сорғалатып кетіп барады. Енді байқады, алдында құз, артында қызылдар. Көп ойланбады. Түпсі шыңырауға бірақ секірді. Мұз құрсанған таудың құзды беткейінің табиғаты қызық. Төменде қоңыр салқын жаз. Жоғарылаған сайын жасыл желек жоғалып, тау қар жамылып шыға келеді. Одан биікте адам жүре алмас көк мұз жылтырап жатады. Мерген жанталасып алға ұмтылды. Кеңірдектен келген қардың құрсауынан тезірек құтылып ақ кеткісі келеді. Омбы қардан мылтығын алып шыға алмай жатыр. Оған оқ тиген оң қолдың ауырғаны қосылып, бір орында тыпырлады да қалды. Сәл тыныстап алып тағы ұмтылды. Тырысып жаттып қарлап баннан шықты әйтеуір. Әрі қарай еңіс, қары қатқақ. Төменге домала жөнелді. Құздан құлағанда төмендегі қар төсеніш боларын өзі де сезген. Қызылдар кеткенше қаны сорғалап қар астында жатты. Қауіп сейілген сияқты. Енді бір ұмтылса қарлы алқап артта қалмақ. Тағы бір қарлы төбенің басына ілінгенде Мерген өзінің әрі қарай қарға адым аттай алмайтынын сезді. Сәл тыныстап алмақшы. Жантая бергені сол еді, көз алды тұманданып, айналасы шыр айналып кете барды. Қанша жатқанын білмейді. Бір кезде біреу түрткендей болған. Мерген селк етті. Әзер көзін ашып қайта жұма қойды. Өз көзіне өзі сенбей жатыр. Сақалы қауғадай, аң терісіне оранған осы бір жабай адамды тез-ақ есіне түсірді. Сол ғой, өткенде мүлт кеткен жоқ, әдейі солай атты. Таудың еркен тағысы тірі жүре берсін деген. Кісі киік тағы түртті. Көзін ашқан, отты көздерімен тесіле қарап тұр. Саған төменге түсуге болмайды, деді сыбырлап. Аналар сені сонда күтіп тұр. Сені ұстамай қайтпайды. Сен бастығын өлтірдің. Мен олардың әңгімесін жақыннан естідім. Мен сені қазір алып кетемін. Жазылған соң төмен түсесің. Кісі киік Мергеннің жаралы қолына қарады. Қан ағып тұр. Мерген бір ұмтылып орнынан тұрды. Жоқ, деді тістеніп. Олай болса мен төменге түсуім керек. Қызылдар мені таппаса арғы бетке өтеді. Сол жақтан іздейді. Ал шекараның түбінде менің ауылым. Мерген сөзін аяқтамай ойланып қалды. Ауылға көшіндер деген. Үлгерген болар. Ана қыз бен жігіт қалды ғой. Қызылдар барса сол екеуінің қолға түсері анық. Ауыл көшіп үлгермесе ше, мыналар ешкімді аямас. Жоқ, деді тағы да. Қызылдарға өзім барамын. Менің жаным керек болса алсын. Бейқам жатқан бейбіт елді қырғыза алмаймын. Кісі киік түсінді. Мергеннің қолтығынан демеп төменге жылжи берді. Қызыл отряд соңғы қырдан асып, шекара бетіне ілінгенде, алдарынан шауып келе жатқан қос салтатты көрінді. Бәкене қазақ дүрбі салып, артындағыларға тоқтаңдар деген белгі берді. Шолушылар келе жатыр, соларды күтейік. Атын ойнақтатып құтырып тұр. Әскері тоқтап аттарынан түсіп, бой жазып жатқанда да тыным таппады. Жан-жағын мұқият қарап, әлденені ойластырып жүр. Анау сайдың аузына пулемет қойыңдар, деді зілденіп. Көзге түспейтін жерге жасырыныңдар. Бандының басқа барар жері жоқ. Егер тірі болса, осы сай арқылы өтіп кетуге тырысады. Ал кірісіңдер. Осы кезде қос салтаты да жақындады. Асығып келеді. Маңайды шолып шықтық, деді олар келе сала. Шекараның арғы бетінде жаңа ғана көшкен ауылдың орны жатыр. Әріректе жұртта қалған жалғыз үй тұр. Ішінде біреулер бар сияқты. Бұйрық болмаған соң тексермедік. Тез кері қайттық. Жарайды, деді Бекене қазақ.
Жалғыз үйлі ауылдың әуселесін сосын көрерміз. Көшкен жұртты да қуып жетеміз. Әзірге әлгі банданы күттейік, тірідей ұстау керек, болмаса өлідей. Осы кезде Бәкене қазақ селк етті. Қарсы беттегі қияда, қойтастың үстінде қазір ғана өзі сөз еткен банда оған қасқайып қарап тұр еді. Қасындағы әскері де байқады. Қаруларын сайлап мергенге қарай кезеніп тұра қалды. Мерген қарусыз, қасқайған күйге күретті. Ей жандай шап, іздеген бандың мен болам, міне алдыңда тұрмын. Ана сілімді командиріңді өлтірген менмін. Әттен құдіретім жетсе сенің де кеңірдегіңді жұлып алар едім. Бәкене қазақ байқап тұр. Мергеннің бір қолы салбыраған, оқ тиген, қаруы да жоқ. Әскеріне бұрылды. Қоршаңдар мынаны, тірідей ұстаңдар, атпаңдар. Қызыл әскер ақырындап Мергенге жақындай берген. Осы кезде Мергеннің сау қолындағы кездік жарқ етті. Жоқ, мен тірідей берілмеймін. Өлсем жастығымды ала кетемін. Ол Бәкене қазаққа қарсы бір-екі аттады. Өнмеңнен өтер отты көзімен тесіп жіберердей қарап келеді. Бәкене қазақ шыдамады. Шегініп барып айқай салды. Атыңдар, аямаңдар. Гүрс-гүрс тау жаңғырды. Мерген тізерлеп, сосын туған жерінің тасын құшақтап құлай берді. Абзалының маңдайына суық шүберек басып, аялай қарап отырған Айгерім осы сәтте селк етті. Гүрс-гүрс мылтық дауысы. Бұл жолы тым жақыннан естілді. Гүрс-гүрс мылтық дауысы басылып, айнала тыныштала бастаған сәтте Айгерім қайтадан Абзалдың жанына келіп отырды. Көзі ашық, бірдеңені сезгендей бұған қарап жатыр. Ерні қозғалып күбірлегендей болды. Қыз басын иіп, құлағын жақындатқан, тағы күбірледі. Бұл жолы анық естілді. Маған қарайлама, тезірек кет дейді. Айгерімнің көзінен жас ыршып кетті. Абзалының маңдайынан сүйді. Қайдағын айтпа, деді бұл да сыбырлап. Мен сенсіз ешқайда кетпеймін. Әне сөйлей бастадың, ертең-ақ орныңнан тұрасың. Осы сәтте үй сыртынан бірдеңе сыбдыр етті. Қыз жалт қараған. Қарашаның үйі қай бір бүтін болсын, шырық тесік. Сол тесіктің бірінен өзіне біреу тесіле қарап тұр. Қыз мылтыққа жүгірді. Кезене беріп селк етті. Кісі киік. Оның отты көздерін шатастыру мүмкін емес. Айгерім дірілдеп отыра кетті. Кісі киік көп сөйлемеді. Бар айтқаны тезірек кетіңдер, қызылдар келіп қалды. Болды. Абзалды сыртқа өзі көтеріп алып шықты. Сәлден соң көшерде қария қалдырып кеткен ат-арбаға мінген Айгерім мен Абзал түн қараңғылығына сіңіп жоқ болды. Олар кеткенше қарап тұрған кісі киік асығыс кері қайтты. Қызыл отряд бұл кезде әлі Мергенді өлтірген жерде еді. Бәкене қазақ таңға дейін осында тыныстап алуды ұйғарған. Таңсыз бере көштің соңынан түспек. Жан-жаққа күзет қойып, басқа әскерімен бірге өзі де тоқымын төсеніп, шинелін жамылып ұйқыға еткен. Түн ортасы ауа тынысы тарылып, тұншығып жатып оянып кеткен. Әлдекімнің темірдей қатты қолы кеңірдегін қысып қылғындарып әкетіп барады екен. Айқайлағысы келген, үні шықпады. Біраз бұлқынып, сосын көзі шарасынан шығып былқ-сылқ етті де қалды. Әлгі әлеуетті қолдың иесі жандай шаптың өлі денесін итеріп тастап, ақырын жылыстай берді. Ол кісі киік еді. Таң атта командирлерінің өлігін көрген қызылдар у-шу болды да қалды. Тас түбінде шөппен бүрке салған Мергеннің мүрдесі де үшті-күйлі жоқ. Бассыз қалған отряд сәлден соң арттарына жалтақтай қарап, желе жортып кері қайтып бара жатты. Бұл кезде кісі киік мерт болған. Тау қойнауында тасаға жайғасқан босқындар ауылының шетіне ауру жігіт, ару қыз мінген арба жеткенде үлкен кіші демей алдарынан шыққан. Көздерінде үрей, мергенсіз өздері ғана келе жатқан екеудің жүрісінен жұрт секемденіп тұрғандай. Атпен шауып алдымен жеткен Мергеннің жігіттерінің сұрағаны да осы болды. Мерген қайда? Қызылдардан қалай құтылдыңдар? Сендерге неге тимеген? Іздеріңмен келе жатқан шығар. Аттарымен арбаны ары-бері ойқастап, айналып жүріп сұрақты жаудырып жатыр. Өздері өте ашулы. Айгерім мылтығын ақырын ғана сипап қойып, үнсіз келеді. Мергеннің мерт болғанын кісі киік айтқан. Өз көзімен көрген. Мергеннің кім үшін мерт болғанын да сезеді. Оны мыналарға қалай түсіндірерсің? Қарақтарым, амансыңдар ма? Мерген қайда? Деп осы ауылдың үлкені
Өздерін өткенде мергеннен арашалап алған қария сұрағанда ғана шыдамады, жылап қоя берді. Ол қаза болды. Қызылдарды тоқтатамын, көшті аман алып қаламын деп оларды бастап келе жатқан командирін сұлатып салыпты. Өзі жараланған. Қызылдар оғанда қарамай қуғынды тоқтатпаған соң жалғыз өзі, қарусыз, алдарынан шығып, Айгерім әрі қарай сөйлей алмады. Арбаны қоршаған босқын қазақтар шулап кетті. Әйелдер дауыс салып боздап жатыр. Асыл ерім-ай, қапияда көз жұмған қыраным-ай, енді бізге кім пана болады? Осы кезде мергеннің серіктерінің бірі жұлқынып шығып, арбада жатқан Абзалға тап берді. Мына сүмелектің кесірінен мерт болды батыр. Бұл комсомолды тірі қалдырмаймын, қаңғаған. Айгерім бірден мылтығына жармасты. Жақындама деді сұрланып. Оған саусағының ұшы тиер болса атамын. Анау тыңдамады. Айтқаннан қайтар түрі көрінбейді. Сенің де ымжымың бір онымен. Ертең арттарыңнан қызылдар келсе, ауыз жаласа кетесіңдер, деді түнеріп. Екеуін де байлаңдар, екеуіне де өлім. Осы кезде Айгерімнің қолындағы мылтық көрсетті. Жаңа ғана батырсынып келе жатқан жігіт басын қорғаштай отыра берген, аман. Төбесінен асыра атқан болды. Айгерім тістеніп мылтығын әлі кезеп тұр. Енді жақындасаң өзің тірі қалмайсың, жақындама, деді тағы да. Жігіт басын изеді. Ағайын, деді осы кезде біреу гүр етіп. Бұлардың жазығы жоқ. Бұлар да тағдырынан таяқ жеген біз сияқты бешаралар. Мен бақыбаймын. Мерген соңғы сапарына менің үйімнен аттанды. Өлерін сезген болар, осы екеуін аманаттап кетіп еді. Бұлар да адамдар айырғысы келген, бірақ Алла тағала аман алып қалды. Екеуіне тиіспеңдер, дегенді айтқан сол мерген еді. Мерген бұл екеуін ғана емес, осы тұрған бәрімізді де аман алып қалу үшін өзін өлімге қиды. Аманатқа қиянат жасамайық, тиіспеңдер. Жұрт жым-жұрт болып тыныштала қалды. Үлкендер үнсіз егіліп тұр. Айгерім мылтығын тастай салып, Абзалының басын сүйеді. Ол да көзін ашып жан-жағына қараған. Манадан бәрін естіп жатқан секілді. Қорықпаңдар, деді қария екеуіне жақын келіп. Абзал есін жинаса, ел болып екеуінді бөлек шығарамыз. Алдарыңа мал салып, бастарыңа үй береміз. Әлі қестеріңді жинап, адам болып кетесіңдер. Айгерім Абзалын бауырына басып, егіліп жылап отыр. Шынымен бәрі артта қалғаны ма? Енді екеуінің махаббатына ешкім кедергі болмай ма? О жаратқан, енді бізді бұлай сынай көрмеші. Осы кезде ат дүбірі естіліп, алыстан шаң көрінді. Жалғыз адам қолын бұлғап шауып келеді. Бірдеңе деп айқайлайды. Жақындай бере анық естілді. Жиналыңдар, қуғыншылар келіп қалды, тезірек. Сыртта боран басылып, айнала тыныштала қалды. Әңгіме айтып отырған ақсақалымыз да үнсіз отыр. Ең қызық жеріне келгенде. Мұндайда бірдеңе деуде ыңғайсыз. Өз ойыммен өзім арпалысып мен отырмын. Қап. Әлгі екеуінің ендігі тағдыры не болмақ? Атамекеннің сайынан сайға құрылып пана таппай босқан елші қуғыншылардан құтылды ма? Ақсақал ауыр күрсінді. Менің ойымның үстінен дөп түскендей әңгімесін әрі жалғастырды. Ел бұл жолы бекер дүрлігіпті. Келе жатқан қызылдар емес, арқадан ауған қазақтардың көші екен. Бәрібір шекара түбінде ұзаққа қалуға болмайтынын түсінген жұрт тез жиналып, олармен бірге Алтайдың ар жағына қарай тереңдеп көше барды. Қария уәдесінде тұрды. Абзал мен Айгерімнің некесі қиылып, бөлек шаңырақ көтерді. Бар қиындық артта қалғандай болды. Үйлерінің іші баланың күлкісіне толып, қораларына мал бітті. Бұл дүниеде екеуінен бақытты адам жоқ секілді. Тек анда-санда Сауыртаудың баурайында қалған ауыл еске түсетін. Өздерін өлімге қиған сол ауылды бәрібір қатты сағынатын. Әсіресе Айгерім. Ол кеткенде әкесі де, анасы да тірі еді. Енді елді көрмейтін шығармыз деген. 1959 жылдың жазы. Абзал мен Айгерім бұл кезде 50-ді еңсеріп қалған. Ұлдары жігіт болып, қыздары бой жеткен шақ. Ауылға бір қуанышты хабар жетті. Совет одағымен арадағы шекара ашылыпты. Екі мемлекет қазақтардың атамекеніне қайтуына келісімге келіпті. Қалың жұрт шекараға қарай ағылып жатыр екен. Хабаршылар осылай деді. Ел қайта дүрлікті. Абзалдың елге оралғысы келмеді. Айгерімнің жұрттан қалғысы жоқ. Не көрсек те елмен бірге көрерміз. Қазақтың даласы кең ғой, бірдеңесі болар.
Бізді ендігі ұмытып кеткен шығар. Заман түзелді деп жатыр, қайтайық деді. Абзал көнді. Бала шағасын алып, көшкен елдің соңынан ерді. Алды атамекен, соңында өзіне пана болған жат жұрт. Көңілінде бір үміт, бір күдік, қалай болар екен? Екеуі елге оралды. Құшақ жайып қарсы алған ешкім болған жоқ. Заман өзгерген. Бірен-саран көз көргендер сонау жылы болған сұмдық оқиғаны естеріне түсіріп, Абзал мен Әйгерімді таныса да табыра қылғанды жөн көрмеді. Басқаларға тіс жармады. Әке-шеше әлдеқашан о дүниелік болыпты. Жақын туыстар да жоқ. Бірі аштық құрбаны болса, бірі 37-де атылған. Қалғандарын соғыс шалмаған. Бұлар да қазбалап ешкімді мазаламады. Көңілде әлі сол қорқыныш. Ел қатарлы тірліктерін істеп жүре берген. Сондай күндердің бірінде Әйгерімді естен тандырған бір оқиға болды. Абзалды жұмысқа шығарып салып, үйге кіре бергені сол еді. Көрші әйел қақпадан ентелей енді. Өзін көп ұната бермейтін, аузы жеңіл, өсегі көп адам. Ойбай, сен естідің бе? Ана Алқаш Асанбектің тілі байланып, тұтығып қалыпты, дейді асыға сөйлеп. Қазір ғана ауданға алып кетті. Арақтың кесірі шығар, деді бұл самарқау ғана. Жоқ, бір сұмдық жағдай болыпты, деді әлгі әйел үстемелетіп. Асанбек достарымен аңға барыпты. Жол жөнекей өздері ішкен көрінеді. Содан мұзтаудың етегінде көздеріне марал түсіп, жоқ, лағы ғой деймін әйтеуір. Бұлар соны атпақ болған. Достары Асанбекті құздың түбіне қалдырып, аңды соған қарай айдайды. Тасада жатқан Асанбек дәл алдына келген маралды ата бергенде біреу мылтығынан шап беріпті. Артына қараса, денесін түк басқан кісі киік адам тұр дейді. Әйгерім елең етті. Көршінің жанына қалай жетіп барғанын білмей қалды. Не дедің, кісі киік? Білмеймін, біреулер оны жабайы дейді, біреулер қара адамы, кісі киік. Әйтеуір сол жабайы Асанбектің мылтығын құздан лақтырып жіберіпті. Өзіне тиіспеген. Мынау тілі байланып қала берген. Ай бейшарай, арақты қойды едік. Мүмкін көзіне әлгі жабай елестеген шығар. Сосын, деді Әйгерім дірілдеп. Кісі киік қайда кетіпті? Білмеймін, әйтеуір келгенінде кеткенінде сезбей қалыпты байғұс бала. Әй, сен бозарып кеттің ғой, қорықпа. Ол ешкімге тимейді дейді ғой. Оны менің әкемде көрген. Көрші әйел жаңалығын басқаларға жеткізбек болып ары қарай кетті. Бұл сілейіп әлі тұр. Сол ғой, тірі болғаны. Кешке Абзал келсе, ол туралы естігенін айтады. Өзін кісі киіктің өлімнен алып қалғанын Абзал да біледі, айтып берген. Тезірек келсе екен, бір ақылын айтар. 3 салтатты сауыр таудан сілемдерін артқа тастап, мұзтауға апарар соқпақ жолға түскенде күн көтеріліп қалғанда. Міне, мына жол өзеніңе айтқан жұмбақ қабірге апарады, деді қартамыс аңшы. Абзал мен Әйгерімге қарап, әнеу көрінген құздың төбесінде жатыр. Соңғы 10 жылда кісі киікті 3 рет көрдім. Үшеуінде де осы құздың басында жүрді. Жақындап келгенше ғайып болады. Олар жоғары қарай тарта берді. Үшеуі де үнсіз. Әйгерім өз ойымен алысып әлек. Осы сапарға шығардың алдында Абзал кісі киік жайын көп адамдардан сұрастырған. Көбінікі долбар ғана. Біреуден естігендерін өздері көргендей соғады. Көзбен көргендері де бар. Бірақ тым алыстан байқаған. Тек Қабыл аңшы ғана шындыққа жақын әңгіме айтты. Кәнігі аңшы оны көктем шыға көменге түсіп, құз басындағы белгісіз қабірге келетінін де бірнеше рет көріпті. Оны естіген Әйгерім жан таппады. Кісі киікті көрсе, ол мұны жазбай таңыр еді. Ол төменде заманының өзгерген білмеуі де мүмкін ғой. Бәлкім төменге түсер, қайдам. Бәрібір бір көргісі келеді. Қолынан келгенше көмегін жасамақ. Міне келіп қалдық, деді Қабыл аңшы. Ары қарай жаяу барамыз, аттарды байлайық. Құздың үстіндегі шағын алаңқайдың ортасында шөп өскен төбешік көрінді. Үлкен тастан қойылған белгі қарайып тұр. Жан-жағын кішірек тастармен әдемілеп қойыпты. Үшеуі топырақ алып тастады. Беттерін сипап орындарынан тұра бергенде Әйгерім селк етті. Жалма-жан отыра қалып, белгі тастың төмен жағында жатқан кісе белдікті көтере берді. Әбден шіріген, тат басқан. Орамалымен үйкелеп, сүртіп бола бере күбір етті. Құдай-ау, мынау сол кісінікі ғой. 30 жыл өтсе де ұмытпапты. Мына кісені мергеннен көрген. Әйгерім оның артына мінгесіп бара жатқанда,
су жағасындағы талға осы кісе белдігін іліп қойып талай бетін шайған. Абзал түсінді, ауыр күрсінді. Қабыл аңшы аң-таң. Мен маңайды шолып келейін деді бір кезде. Бір жерде ізі қалған шығар. Аңшы көп кешікпей кері қайтты. Кісі киіктерім бұл жерде болыпты, және кешелі бері болған сыңайлы. Тіпті қазір де бізді көріп отырған шығар. Айттым ғой, бұларың бос әурешілік, ол адамдарға жоламайды. Сол үшін де ол кісі киік. Осылай деп жан-жағына үрейлене қарады. Ешкім көрінбейді. Мүлгіген тыныштық. Қой, қайтайық деді аңшы сосын. Бұл жерде түнге қалуға болмайды. Қаласаңдар тағы келеміз. Екеуі үнсіз келісті. Аңшының соңынан кетіп барады. Артына қарағыштап бара жатқан Әйгерім бір кезде кілт тоқтады. Анадайда ағаш арасынан кісі киік қарап тұр екен. Сол баяғы отты көздері қартайған секілді. Таныды. Қолын бұлғады, сосын көрінбей кетті. Әйгерім серіктеріне қараған, олар ештеңе байқамады. Самбырлап әңгіме айтып барады. Біраз жүрген соң тағы да артына қараған. Кісі киік енді қыздың ұшар басынан бұларға қарап тұр екен. Төменге түсіп, аттарына мінген үшеуі ауылға қайтып барады. Жол жөнекей әлдебір белгі тастың басына жиналған жұртты көрді. Гүл қойып құрмет көрсетіп жатыр. 30-шы жылдары бандының қолынан қаза тапқан шекарашы командирдің ескерткіші ғой, деді Қабыл аңшы. Жылда осы уақытта жиын өтеді. Шекарашылар батырларын еске алады. Әйгерім қыз жаққа қараған. Мергеннің белгі тасы көзіне түспеді. Көзінен мөлт-мөлт етіп тамған жасты қасындағыларға көрсетпей қыстығып жылап келеді. Ақсақал тағы үнсіз қалды. Әңгімесі аяқталған сияқты. Анау ескерткіш қанқұйлы жирен мұртқа орнатылғанын анамыз білді әрине. Өмірден өтерінде бізге қалдырған соңғы аманаты да қызылдардың қолынан жазықсыз қырылған халыққа, оның мергендей батыр ұлдарына ескерткіш орнату еді. Тәуелсіздік алған соң біз ел болып оны орнаттық. Қазір қызыл шекарашының ескерткішіне сес көрсетіп, қызыл қырғын құрбандарының да ескерткіші тұр. Бәсе, бұл кісі Абзал мен Әйгерімнің баласы екен ғой. Тағы да көп нәрсе сұрағым келген. Сұрай алмадым. Сосын бір реті келер. Видеоны аяғына дейін қарағаныңызға рахмет.